Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English класының 33-ші бетіндегі Asking about experiences тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі Excel кітабын тек қана мен түсіріп жатырмын. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге айтады ask and answer, яғни сұрақ жасап, оған жауап берулерің қажет. Бастадық. Have you ever seen a snake? Әйтеуір бір кезде сен жылан көріп пе едің? Yes, I have. Я, мен көрдім. No, I haven't. Мен көрмедім. Have your parents ever eaten snails? Сенің ата-анаң әйтеуір бір кезде улиткаларды, яғни ұлуларды жеді ме? No, they haven't. Жоқ, олар жемеді. 3. Has your best friend ever broken a leg? Сенің жақсы досын әйтеуір бір кезде аяғын сындырып алды ма? Yes, she has. Егер қыз болса she, ұл болса he дейсіңдер. Я, солай. Has your teacher ever sung in a class? Яғни әйтеуір бір кезде сенің мұғалімін ән айтты ма сыныпта? Yes, she has. No, she hasn't. Я, ол айтты, жоқ, ол айтпады. Деп айтсаңдар болады. Yes, she has. Я, егер айтса жоқ болса, no, she hasn't. Have you ever met a famous actor? Әйтеуір бір кезде сен танымал актерді көрдің бе? No, I haven't. Жоқ, көрмедім. Have you ever been on a roller coaster? Yes, I have. Әйтеуір бір кезде сен жетінші тапсырмада айтады read the example, say in your language, яғни мына тапсырманы оқы және соны қазақша аудармасын айт дейді. Міне мен жазып қойдым, бірге айтайық. I've just finished my homework. Мен үй тапсырмасын жаңа ғана бітірдім. He hasn't come back yet. Ол әлі келмеді. Have you met them yet? Сен оларды келістірмедің бе? I've already packed my suitcase. Мен сөмкемді әлде қашан жинап қойдым. She has worked since 2007. Ол 2000 жылдан бері жұмыс істейді. He has lived here for 10 years. Ол осында 10 жылдан бері тұрады. 8-ші тапсырмаға келдік. 8-ші тапсырмада айтады. Kanat is going on a hiking trip this weekend. Write sentence using already or yet. Яғни already мен немесе yet'ті қолдану арқылы Канаттың осы жолы жаяу тауға шықпақ екен, соның сөйлемдерін құрастырып берді. Бастадық. Kanat has already packed his things. Яғни Канат уже өзінің заттарын жинастырып қойды. He hasn't collected his train ticket yet. Ол әлі жинамады өзінің поезд билетін. He has found his boots. Ол тауып алды өзінің аяқ киімдерін. Мына жерге already деп қосып жіберсін де болады. Балалар егер керек болып жатса, мына жерге already деп қосып жіберіңдер. He has already found, yeah? He has bought a new jacket. Мына жерге де already деп қосып жіберсін де болады. Ол уже сатып алды жаңа жакетті. He hasn't checked the weather forecast yet. Ол әлі тексермеді ауа райын. He has booked a hotel room. Мына жерге already қосып жіберсін де болады. He has already booked a hotel room. Ол уже отельді бронировать етіп қойды деп. 9-ші тапсырмаға келдік. 9-ші тапсырмада сендерге айтады. What happened to each person? Use the phrases below and adjust to write sentence. Яғни мына тапсырмада мына төменде берілген сөздерді қолдану арқылы жазуымыз қажет. Бастадық. She's tired. Ол шаршаған. She has just finished her work. Яғни ол жаңа ғана өзінің жұмысын аяқтады. He's upset. Оның көңілі түскен. He has just received bad news. Ол ғана жаман жаңалық естіді. He's happy. Ол бақытты. He has just won the competition. Ол жаңа ғана жарыстан жеңді. They are exhausted. Олар таңқалған. They have just run a marathon. Олар марафонды қазір ғана жүгірді. We've worried. Біз қобалжыдық. We have just lost our passports. Біз қазір ғана өзіміздің паспортымызды жоғалтып алдық дейді. 10-ші тапсырмаға келдік. 10-ші тапсырмада read the examples and complete the sentence with have has been or have has gone дейді. Яғни толықтыруымыз керек. Have has been мен немесе have has gone мен. Бастадық. Becky isn't here. She has gone to the library. Becky бұл жерде емес, ол кетті кітапханаға. They have been to Barcelona twice. Олар Барселонада 2 рет болды. Jim has gone to a summer camp. Jim барды жаздық лагерге. The Browns have been to Hong Kong, but we haven't yet. Браундар Гонконгқа барды, бірақ біз әлі бармадық.
Sally has gone to the bank to get some money. Sally банкке барды кішкене ақша алу үшін. 11-ші тапсырмаға келдік. Read the theory, find examples in the text on page 30, яғни 30-ші беттен мысалдарды табуымыз қажет. Бастадық. I lived here for a long time. Мен бұл жерде өмір сүріп жатырмын ұзақ уақыттан бері. I've been to Алматы. Мен Алматыға бардым. I've moved here in 2004. Жалпы осы жауабы. 12-ші тапсырмаға келдік. 12-ші тапсырмада сендерге айтады. Use the phrases to ask and answer the question. Яғни мына фразаларды қолданып, сұрақ қойып жауап беруіміз қажет. Have you ever traveled abroad? Сен әйтеуір бір кезде шетелге шықтың ба? Yes, I have. Я мен шықтым. When did you go? Сен қай кезде бардың? I went to Spain last March. Мен өткен наурыз айында бардым. Have you ever tried an extreme sport? Сен попытаться етіп көрдің ба жасап экстремальный спортты? Я мен жасадым. When it was? Ол қай кезде болды? 2 years ago. 2 жыл бұрын. Have you ever swum dolphins? Дельфиндермен бірге әйтеуір бір кезде шомылып жүзіп көрдің бе? No, I haven't. Жоқ, жүзбедім. Have you ever ridden a camel? Сен әйтеуір бір кезде түйеге отырып көрдің бе? Yes, when I was 10 years old. Я, мен 10 жасымда. Have you ever climbed mountain? Сен әйтеуір бір кезде тауға өрмеледің бе? Я, өткен жазда. Yes, last summer. Енді ең соңғы 3-ші тапсырманы қарайық. Use this expression to write the sentence about yourself. Өзің туралы мына time expressionдарды қолданып жасауын қажет. Бастадық. I finished my homework an hour ago. Яғни мен аяқтап қойдым үй тапсырмасын 1 сағат бұрын. I've just eaten dinner. Мен просто кешкі ас жеп жатырмын. I went to the beach last summer. Мен бардым неге? Жағажайға өткен жазда. I visited my grandmother 2 weeks ago. Мен әжемді көруге бардым 2 апта бұрын дейді. Балалар, жалпы каналға тіркел, сабақ түсінікті болса лайк бас, комментарийге рахмет деп жазып кет, каналға тіркелуді ұмытпа. Goodbye, have a nice day. Мына жақта жауаптар енді өте көп, сондықтан сенен қолдау күтемін.